Ішкі істер министрлігі шетелдік көліктерді заңдастырамыз дегені сол еді, Астанада бір топ көлік қожайыны наразылыққа шықты. Жиналғандарды ашындырған вице-министрдің қолдан жиналған темір тұлпарлар мүлде заңдастыруға келмейді дегені. Кезінде шекарадан тыныш өткізіп, енді заңсыз деп отырған билікке наразы жүргізушілер кімнен араша сұрарын білмейді. Жиналғандардың базынасын тілшіміз Тәуірбек Бозекенов тыңдап келген еді. Учетқа қойамаймыз. Сонда біз не халық болдық? Қанша қазақ мысалы сорлап жүр. Семьямыз тасимыз, сонымен күнімізді көріп жүрміз ғой. Астанадағы халыққа қызмет көрсету орталығына жиналған 200-ден аса жүргізушінің талабы бір. Конструктор, яғни қолдан құрастырылған көліктерін заңдастыру. Министрліктің бұл машиналарды бөлшектеп сатып жүруден басқа амал жоқ деген пікірі де бұқараның ашуын келтірген. Ал базынасын айтпаққа келгендердің арасында көп балалы аналар да жүрді. 4 баланың анасы болғаннан кейін мектептеріне, үйірмелеріне және де больницаға барамын. Өйткені бір баламды мен больницаға көрсетіп жүр, мүгедектікке байланысты. Бұл машина біздің жанұямыздың 5 жыл бойы жинаған ақшамызға алынған көлік еді. Оны неге сатып алдым деген кезде мен мемлекетке сендім. Таможнядан өтіп келген машина біріншіден, екіншіден страховка жасалған. Дәурен Тасмағанбетовтің де ресейлік темір тұлпарды тізгіндегеніне 2 жылдан асыпты. Ол көлікті көрші елден бөлшектеп емес, Қазақстанда жүйткіп жүргенде сатып алған. Алайда дәл бүгін ол көлігінің қолдан құрастырылғанын білді. 2 жылдан бері штраф төлеп келеміз. Страховка алып жүреміз. Бүгін келеді де ол мәше запчасть дейді. Ол сонда ол қалай ол? Ол мәше учетқа қойылмайды, запчастьқа сатылады. Сонда 2 жылдан бері біз запчасть айдап жүргеніміз бе? Әлде 2 жылдан бері сол безопасность қайда қарады? Адамның безопасность дейді. 2 жылға дейін сол машиналар жүрді ғой, шындап келгенде. Полиция департаментінің бөлім басшысы жиналғандардың сұрағына мандытып жауап бермеді. Ел аумағына шетелдік көліктердің заңсыз енуіне біз емес, шекара қызметкерлері кінәлі деп басын ала қашты. Біз шекарада тұрмаймыз. Біздің министерство тұрмайды шекарада. Бізде қазір даже бекеттерді ана республиканский жолдан бәрін алды ғой. Көліктер тіркеуге қойылады. Қаулы бойынша көліктер. Бөлшектер емес. Президент енді конкретно айтты ғой. Көліктерді учетқа тіркеуге қойындар. Болды. Сол қаулымен біз тіркеуге қоямыз. Көліктерді. Үкіметтің сырттан келген автомобильдерге тыйым салуы жығылғанға жұдырық болды дейді жиналғандар. Өйткені көбі күнделікті табысын осы көліктен тауып отыр. Бірі такси қызметін атқарса, енді бірі машинасын жалға беріп жан бағып жүр. Кеше министрлік конструктор, яғни құрама машиналардың саны Қазақстан бойынша 5000 дана деп айтқан еді. Алайда осы жерге жиналған көлік иелері бұл ақпаратпен келіспейді. Қазақстан бойынша 20 000 дана деп отыр. Егер де біздің машиналарымызды заңдастырмаса, осы жерге күнде жиналамыз деп бекініп отыр. Тәуірбек Бозекенов, Ермек Махметов, Айбат, жаңалықтар қызметі. Конструктор тіркеуге қойсын. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.